деген әңгіме ғой. 5 жас деген, 6 жас, 5 жас деппін ғой. Иә. Бірақ енді мен сізді бір 20-да деп айта алмас едім. Неге? Себебі сіз сәл ересек көрінесіз. Бұл қыз бәлкім өз жасынан кішкентай көрінетін сияқты, жалпы сырттай жарасатын сияқтысыздар. Енді білмеймін, менің ойым. Тағы да басқа сұрақтарыңыз бар ма? Тағы жалпы бір жерде оқисыз ба, негізі бітірдіңіз ба? Жоқ, бітірдім. Жұмыс бухгалтер болып жұмыс істеймін негізі. Сол мамандықты бітірдіңіз, Иә. Күшті. Тағы қандай сұрақ? Мынау жалпы болашақта ата-енемен бірге тұру деген мәселе бізде Қосылайықта жиі талқыланады. Сол нәрсеге көзқарасыңыз қалай? Негізі қарсы емеспін, бірақ барынша негізі желательно деп айтады ғой. Бөлек тұрғанды қалаймын. Не себеп оған бөлек тұру үшін? Қалау жалпы қалай ол дегенде ғой? Не үшін? Не себеп? Жалпы өз ата-анамдай бола алмай қалады деген қорқыныш бар ма әлде? Енді бәрібірде басқа біреудің отбасына барасың, ол жерге сіңісіп кету қиындау. Жоқ, негізі сіңісіп кету қыз баланың өзіне байланысты деп ойлаймын. Бірақ қарсы емеспін деп тұрмын. Иә, жақсы. Бірақ менің түсінігімде ол қыз баланың өзіне байланысты деп ойлаймын. Ол жерге сіңісіп кетуі де, әлде ондай болмай қалуы да деген сияқты ғой. Сондықтан мүмкін шымылдықты ашып алсақ қалай? Ашайық. Шымылдық ашылсын. I love you, baby. Жанымды тербеші, I need you, baby. Қасымнан кетпеші, I love you, baby. Сөзіме тек сенші. I love you, baby. Бағымсың берілген, I need you, baby. Болшы тек менімен, I love you, baby. Let me love you, baby. Шымылдық ашылды. Расулбек, әсеріңіз? Әсерім жақсы. Жақсы. Иә. Көрікті екен. Көрікті қыз. Ажарлы қыз екен. Иә. Ал Расулбек қандай екен өмірде? Бір айырмашылық бар ма? Жоқ, өзім көргендегідей, өзде көрікті, сымбатты. Балза ханым. Краш деп тұр ғой. Рахмет. Иә, жаңа енді Расул өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, жас мәселесі, 26 деген енді 2-3 жас маған ештеңе етпейді дегендей. Сіз толық жасыңыз нешеде? 21-ге бұйырса енді толам. Қазір 20-дасыз. Иә. Толық 26-дасыз. 26-дам, иә. 6 жас араларыңыз. Білмеймін, қаншалықты ол мәселе болуы мүмкін? Ер азамат шешеді бәрі бірде. Егерде жоқ жасқа қарамаймыз десе, кейде солай болып жатады. Байқалмай қалуы да мүмкін әңгімелеріңіз. Иә, сіздің де айтқаныңыз дұрыс шығар, бірақ менде андай нәрсе бар да. Жалпы қағида дейді ғой, өзімнің талаптарым деген сияқты. Сол нәрседе көбінесе қандай жағдай болса да, сол нәрседе қалғанды негізі жөн көретін жігітпін. Жалпы сол тараптан да кішкене ой жүгіртіп, қазір ойланып отырған жағдайым болып тұр. Яғни? Бұл нені білдіреді? Енді қатысушылар сұрақ қойса деген. Балза ханым. Иә. Мен қоя салсам бола ма сұрағымды, Балза ханым? Оразғали. Иә, дұрыс қой, мен Оразғали деген сөйлеймін всегда. Үміткер ханым, қош келдіңіз. Мен мына жерде бір сұрақ қоя кетсем, сіз жаңа Арайлым ба? Арайлым ханым, қош келдіңіз. Жаңа өзіңіз айта кеттіңіз, тілге тиек еттіңіз, сипатына қарап, тұр сипатына қарап келдім деп ше. Негізі ол адамды танып келе біле, екінші планға өтіп кететін нәрсе. Әлеуметтік желіден қарап жүріп, Расул туралы адамгершілігі ма мүмкін қандай қырларын байқадыңыз? Әлі нақты білмеймін, бірақ адам тани білетіндігін көруге болады. Және де Расулға мына жерде бір сұрақ туындап тұр да. Осы Бекзат бір опрос жүргізетін еді ғой. Рилс тұрып сол кезде кімге үйленер едің қатысушылардың арасынан деген кезде Расул айтқан болатын. Жансаяға немесе Айданаға деген варианттарды айтқан сияқты еді. Неге бұл кісілер сенен әлде қайда үлкен да Расул негізі? Ал неге 6 жас сәл күмән тудырып тұр саған?
жоқ негізі ол рилсті шынымен ойланып отырып бүйтіп көзіме түскен қыздарды айта салдым. Сұрақ болғаннан кейін ол енді рилсқа салынатын болғаннан кейін бір эфирге шықпайтын болғаннан кейін мен негізі бүйтіп теріп айтпадым, просто көзіме отырған адамдар көзіме ілінген мынау деп айта салдым, болды. Мен түсірген едім ғой ол рилсті, ол кезде сен бірақ бүйтіп ойланған жоқсың ғой? Жоқ, мен ойландым. Сен қателесіп отырсың, мен ойландым. Ай қайдам. Иә, қош келдіңіз. Есіміңіз кім еді? Арайлым. Арайлым, иә. Негізі жаңағы Оразғалидың сөзіне де қосыламын. Негізі жаңағы рилсті да бізде көргенбіз. Негізі мен ойлап қоямын да, Расул жаңағы бір ойлап қоямын да жаңа. Негізі алдында айтқан, маған үміткер болып келсеңіздер, әйел бақытын сезінгілеріңіз келсе, маған келіңіз деп. Енді әйел бақыты жасқа қарамайды деп ойлаймын енді. Өзім, иә, сол енді осы орайда бір жақсы сезіндіретін сәт деген туып тұрған сияқты. Оған өзің қалай қарайсың? Жалпы енді әйел, иә, әр әйел бақытты болуға лайықты, ол жас деген ол айырмашылығы қарамайды ау. Сол тау сияқты ма, мне так кажется. Тікелей саған айтып жатырмын, Расул. Сен ғана сөйтіп ойлайтын шығарсың. Жоқ, бәрі сөйтіп ойлайды. Бопты. Сөйтіп ойлай берейік. Мен жауап ала алмадым болсаған. Қош келдіңіз. Жауап емес, пікір ғой ма, ешқандай сұрақ Жоқ, қоймадым. Қош келдіңіз. Қоя берейін. Бұл жанды енді танысып, білісіп көруге болады ғой негізі. Бақытты қыла аласың ба деген сияқты. Енді барлығына бірдей емес айтылған болып тұр ақыры. Жас айырмашылығы Енді сылтау болып тұр да. Жоқ, енді мен ішіме кіріп шыққан сияқты өйтіп айтпай ақ қойсын, сылтау болып тұр, өйтіп тұр. Сылтау сияқты ма, так кажется. Маусым крашның Айтып тұрмын, сен 4-ші орын ана егері қоя тұрыңызшы. Сөйлеші, бөле берді ғой бұл кісі. Нұржан, қойшау. Маусым крашның 4-ші орын егері. Әділет бауырымызда қоясын. Сұрақ қойып жіберейінші, болдыңыз ғой? Қош келдіңіз, Арайлым ханым. Бізде Расул нақты айтты. Ау, Расул нақты айтып отыр ғой, енді жас айырмашылығы маған кедергі болады деп. Расул сондай өз принципті адам, айта ма, соны істейді. Сізге енді қазір мүмкін таныстық тоқтайды, менің талабыма сай емес деп қайтарып жіберуі мүмкін. Сіз жалпы нақты былай дайын болып келдіңіз ба? Екі жауапқа да болмаса, Расул болмаса, осы жерде басқа жігіттер қайсысы сіздің типажыңызға келеді мысалы? Иә, әрине дайын болып келдім. Жас айырмашылығы кәдімде 5 жас деген 6 жас. 6 жас. Иә, 6 жас. Дайынмын. Одан кейінгі Қандай сұрағым жауап ба? болса Екінші да сұрағым. дайынмын. Сізге жоқ деп айтып жатса, ортада отырған қай жігіт, мысалы сіздің типажыңда жігіттер бар ма осы жерде? Нұржан деп айтып Ол қалады, жағын қатты үміттеніп отқан сияқты. Ой, менің Мен өзімнің негізі аттарын біле келді ғой. бермеймін. Аттарын біле бермеймін. Енді не дейді енді, бұл кісінің ойы қазір Расулбекте танысып көруге келді, ар жағын ойланбаған шығар, онда тұрған не бар? Ринат, микрофон сұрадыңыз ба? Саламатсыз ба, осыған қош келдіңіз, Арайлым. Негізі айтайын дегенім, просто біздің Расулдың да өзінің андай бір қағидасына қадалып қалады, өзіңіз білесіздер. Негізі ол, негізі ана өзінің талаптарынан аспайтын жігіт болғасын айтып тұрған, бұл таныстық осы жерден тоқтайтын сияқты деп. Жоқ, болсаған біз алдын ала томышпей қойықшы, өтініш, құрметті қатысушылар. Андай ғой, қош келдіңіз, Арайлым ханым. Негізі Расулға қоятын талабыңыз бар ма? Негізі жігіт баласы осындай болу керек, немесе Расулға емес, болашақ жұбайыңызға, болашақ өзіңіздің күйеуіңізге деген қоятын талабыңыз қандай сіздің? Осындай болу керек деген секілді ғой. Ең бірінші мен мінез жағынан сол ішкі жан дүниесі жақсы болса, еңбекқор, жауапкершілігі мол, сол жақтарына көп қарайды. Жалпы қазір бір сұрақ қойып, ішкі жан дүниесі жақсы болса деп жатсың, сол ішкі жан дүниесі дегенді қалай түсіндіресің негізі, қалай түсінесіз? Ішкі жан дүниеге не кіреді негізі? Ішкі жан дүниесіне бір-бірімізді түсінісіп, мысалы, және де адамның мінез құлқы сол жақтарына қарай. Сөйлесетін тақырып менің ойымша араларыңызда табылатын да сияқты, ортақ тақырып бар сияқты, мүмкін сырласуға барып, сөйлесіп, шай ішіп, чемпион шайынан. Балашахан, мен түсініп отырмын, сіз енді мына жерде бір әдемі таныстық болса екен деген ниетпен айтып отқан шығарсыз, бірақ адамның ең басты несі жаңағы құндылығы ол уақыт дейді ғой. Мен бұл кісінің бір уақытын алғым келіп тұрған жоқ негізі. Өйткені мен біліп тұрмын, болашақта енді жас мәселесіне бәрібір келіп, түбінде сол нәрсеге тіреліп қалатынымызды кішкене іштей сезіп тұрғандықтан, сондықтан бұл қыздың уақытын алмай-ақ қойсам деген ой болып тұр. Жараспайтын сияқтымыз, демек таныстық басталмайды. Иә. Солай ма? Өкінішті әрине, енді Арайлым сондай сұлу, керемет қыз келіп қадам жасап, батылдық танытқаныңызға үлкен алғыс сізге.
сіз әбден бақытқа лайық жансыз. Мойымаңыз, ешқандай да бір жай ғана қадам жасап көргеніңіз. Чемпион Кения Сансет шайын сыйға тартамыз. Қара тершіктелген еш қайырында қоспасы жоқ. Сізге чемпион шайы бақытты болыңыз, үйіңізге алып барасыз. Рахмет келгеніңізге. Жайғасыңыз. Бірақ мен ойлаймын, енді адам мүмкіндік беру керек. Бір ауыз, бір дастархандас болып, бір кофе ішкенде тұрған ештеңе жоқ, бәлкім басқа қырынан танысып қалуларыңыз мүмкін, және келіп тұрған қыз баланың алғашқы қадам болып жасағанын бағалау керек деп ойлаймын. Расул. Жақсы, біз әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермен. Және де ортаға Барысты шақырамыз. Қалайсыз, Барыс, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, Балауса ханым. Бәрі жақсы, я? Құндыз қалай? Болады, жақсы, бәрі шүкір. Шақырып аламыз ба? Шақырып алайық, ха? Құндыз, келіңіз. Құндыз, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн. Өте әдемі болып тұрсыз бүгін. Рахмет, сізде сондай керемет болып тұрсыз. Қалыңыз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, жарап. Бәрі жақсы. Кездесу болды ма сіздерде? Болмады ма? Жоқ, Балауса ханым, кездесу болған жоқ. Неге? Мәссаған, кеше ғана осы жерден сізді ақтап алып, екінші үміткермен мұндай әңгіме болмайды деп жатыр едік. Не болды, не себеп? Құндыз, не болды сізге? Сіз жылайын деп отырсыз ба? Мәссаған. Білмеймін, жылайтындай Құндыз? Құндыз, Жылайтындай ештеңе болған жоқ. асылыңыз, жинақталыңыз, өзіңізге келіп. Айтсаңыз, не болды? Бәрі дұрыс па? Кездесу Барыс, неге болмады? Кездесу, енді Балауса ханым былай ғой, кешеде сырласуда біз отырып, сонымен қалып кетті ғой, уақыт жетпей қалды, ортаға шыға алмай қалдық. Сырласуда отырып әңгімелескен болатынбыз, сөйлескен болатынбыз. Сол кезде де шет жағасын айтқан болатынбыз. Енді ортаға шығамыз деп ойладым, уақыт жетпегеннен кейін. Сырласуда да мен кеше айтқан болатынмын. Жас аралығы маған маңызды деген сияқты. Соны эфирден шыққаннан кейін де кездесуіміз керек болатын, бірақ мен ойламадым, бүгін қайтадан ортаға шығамыз деп, сол себептен ер азамат болған кейін проблема болады, жұмыс бар деген сияқты. Кешеге жоспарларым болатын. Жұмыс жайлы барып, бір кісімен кездесу керек болатын. Былай жасайық, Құндызды тыңдайық. Құндыз. Мен осы эфирден шыққаннан кейін, еккеден үйге бардым. Жаңбыр жауып кетті. Жаңбыр жауып кетті, үйге бардым. Үйге барып кеткенде бұл кісіге хабарластым. Кеш жары қалайсыз дегендей жазылды. Бұл кісіге мен жауап, бұл кісіге бірінші болып жаздым, звондадым. Телефон көтерген жоқ, бұл кісі телефон көтерген жоқ, неткен жоқ. Соғым іште қыздарға жаздым, солай бұл Барыс мырзаға жаздым, звондадым, телефон көтерген жоқ. Құндыз, барлығын толық айтып бересіз. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін Барыстың бұл қылығын қалай түсінеміз? Бірге жарнамадан кейін білеміз.